Қайырлы күн, студенттер! Мен Жаһанша Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Жолдасова Ақкүміс Аманбайқызы. Бүгін біз балалар әдебиеті және әдебиетті оқыту әдістемесі пәнінен өтетін тақырыбымыз шығарманы интерпретациялау және бағалауға негізделген сұрақтар қою. Сабақтың мақсаты шығарманы талдау барысында сұрақ қою түрлерімен танысу, ашық және жабық сұрақтар құрастырып үйрену. Ең алдымен интерпретация сөзіне тоқталайық. Интерпретация сөзінің мағынасы сөздікте түсіндіру, түсінік беру, мағынасын ашу дегенді білдіреді. Ағылшын және француз тілдерінде интерпрет бір мезгілде аудару және өзінше түсіндіру, талқылау делінген. Мәтінді интерпретациялау сол мәтіннің ішіндегі мазмұнды ашу деген сөз. Кез келген мәтінді оқу, жалпы кез келген сөзді қабылдау интерпретациялау болып табылады. Мәтінді интерпретациялаудың негізгі міндеті мәтіннен барынша мол ақпарат алып, өзгелерге ұғындыру. Оқушылардың мәтінді меңгергенін білу үшін түрлі формадағы сұрақтарды қоюға болады. Енді мына сұрақтардың негізінде ой қозғайық. Сұрақ деген не? Сұрақ қоя білесіз бе? Қандай сұрақтың түрлерін білесіз? Қандай сұрақ қойып үйренсем дейсіз? Сөздіктерде сұраққа мынадай анықтамалар берілген. Сұрақ дегеніміз дамыту, білімді нақтылау, толықтыру үшін сұрау мақсатында берілген сөйлем. Немесе сұрақ белгісізді хабарлауға итермелейтін сөйлем, немесе сөйлеушінің анықтама, жауап, түсіндірме алу үшін қойған талабы. Енді келесі бейнероликке назар аударайық. Сабақтың әр кезеңінде пайдаланады және де кері байланыстың бірден-бір көрсеткіші болып табылады. Жабық сұрақтар я немесе жоқ деп қана жауап беруді қажет етеді. Ал сыни ойлау, қайталауды ғана қажет ететін жабық сұрақтар арқылы өрмейді. Мұндайда оқушы тек қана еске түсіреді. Сократ кезінде ақылсыз адам жауап береді, ал ақылды адам ақиқатты іздейді деген екен. Сондықтан да оқушыларды ойлануға итермелейтін ашық сұрақтарды қоюымыз қажет. Ал ашық сұрақтар ақпаратты белгілі бір жолдармен қолдануға, қайта құруға, кеңейтуге, талдауға және бағалауға бағытталады. Яғни білім алушының сөйлеу мен ойлау дағдыларын жетілдіреді. Яғни оқушы тек еске ғана түсіріп қоймай, сонымен бірге мәселені жан-жақты қарайды, өзіндік пікір қалыптастыруға ұмтылады, оны дәлелдеуге тырысады. Дұрыс қойылған сұрақ сабақ берудің тиімді құралына айналады. Сұрақ қою, оны түсіну дәрежесін бағалау және оқушылардың жауабына қарай әрекет ету бұл мұғалімнің кәсіби шеберлігін қажет етеді. Осы орайда Бред пен Браун өздерінің зерттеулерінде мұғалімдердің оқушыларға сұрақ қоюда жиі жіберетін бірнеше қателіктерді анықтаған. Сол қателіктердің кейбіреуіне тоқталатын болсам, мысалы мұғалім бірден көп сұрақ қояды. Әрине, бұл сұрақтар сыни ойлауды дамытудың мысалдары болуы мүмкін, бірақ олардың барлығын бір мезгілде қоюдың қажеті де жоқ. Оқушы көп сұрақтың астында көміліп қалуы ықтимал, онда негізгі проблеманы шешу мәселесі жайына қалуы мүмкін. Келесі бір жіберілетін қателік оқушыларға ойлануға уақыттың берілмеуі. Кейбір зерттеулер бойынша мұғалімдер күніне 3 сұрақ қояды екен. Осы сұрақтардың басым бөлігіне оқушылар жауап бермейді. Мұғалімдер сұрақты қайталап қоярдың алдында орта есеппен 1 секундтай ғана күтеді екен де, содан соң сұрақты басқа оқушыға қайталап қояды, немесе өздері жауап береді. Жауапты күту уақытын 5 секундқа дейін созу оқушылардың ойланып, толығырақ жауап беруіне мүмкіндік береді. Бұл оқушыларға барынша сыни ойланып, дұрыс жауап беруге, немесе басқа оқушылардың өз ойын айтуына мүмкіндік береді. Сұрақтың түрлері: жай сұрақтар, нақтылайтын сұрақтар, ашық сұрақтар, жабық сұрақтар және бағыттаушы сұрақтар болып бөлінеді. Осылардың ішінен бүгін біз ашық және жабық сұрақ түрлерімен танысамыз. Ашық сұрақ нақты білімге негізделеді, бірнеше жауап нұсқалары болады, талдауға, пікірталасқа ынталандырады және терең ойлауды қажет етеді. Ал жабық сұрақ нақты білімнің болуын тексереді,
білім алушыға ойлау бағытын нұсқайды, иә немесе жоқ деп қана жауап беруге болады және дұрыс жауабының саны шектеулі болады. Сұрақтарды мәтін бойынша, сурет бойынша, аутентті мәтін бойынша құрастыруға болады. Осылардың ішінен біз аутентті мәтін дегенді түсініп алайық. Аутентті мәтін суретте көріп тұрғандарыңыздай түрлі шартты белгілермен берілген мәлімет. Оған жарнамалар, дәрі және аспаз нұсқаулықтары, билеттер, афишалар жатады. Ал енді тапсырмаларға назар аударайық. Сіздерге құлын мәтіні берілген, мәтінді мұқият түсініп оқимыз және мәтін мазмұны бойынша ашық және жабық сұрақтар құрастырамыз. Бұған былай деп сұрақ құруға болады. Ашық сұрақтар, мысалы, автор әңгімені неге құлын деп атады? Құлынмен қалай басқаша достасуға болар еді? Сен әңгімені қалай аяқтар едің деп оқушыны ойландыруға мүмкіндік береміз. Және әр оқушының жауабы әртүрлі болуы мүмкін. Ал жабық сұрақтардың жауабы біреу ғана және оны мәтіннен тез тауып алуға болады. Мысалы, атасы жайлаудан құлынды мініп келді ме? Құлын неге желекті иіскеді? Бала құлынмен достаса алды ма? Келесі тапсырмаға көшейік. Сурет бойынша құрылған сұрақтар қандай сұрақ түріне жатады? Жауап беріп көріңіз. Суретке қарап, сіз не ойлайсыз? Неліктен олай ойлайсыз? Сіздің осылай ойлауыңызға не әсер етті? Бұл туралы тағы не айта аласыз? Келесі тапсырма сіздерге Орал сазы фольклорлық ансамблінің афишасы аутентті мәтін ретінде берілген. Осы аутентті материал бойынша сұрақтар құрастырыңыз. Келесі сәйкестендіруге берілген тапсырманы орындайық. Алдарыңыздағы сұрақтарды ашық және жабық сұрақтар түрлеріне топтастырайық. Сонымен сұрақтың қызметі коммуникативті қарым-қатынасты орнату, жаңа ақпарат алу, қолда бар ақпаратты нақтылау, танымдық іс-әрекетті қосу, проблеманы анықтау, әңгіме тақырыбын ауыстыру, жауапты нұсқа, сілтеме беру, жеке пікірін, бағалауын, позициясын білдіру. Сабағымызды қорытындылай келе, біз бүгінгі сабақтан сұрақ туралы ақпарат алдық, сұрақтың ашық және жабық түрлерімен таныстық, сұрақ қоюда жіберілетін қателіктерді білдік және сұрақтың қызметін меңгердік. Енді үйге тапсырма 1-4 сынып әдебиеттік оқу кітабының 129 бетіндегі Танаш Дәуренбековтің кітаптар мұңы әңгімесін оқып, ашық және жабық сұрақтар құрастырыңыз. 2. Аутентті мәтінге бірнеше мысалдар дайындаңыз. 3. Суретке қарап, ашық сұрақтар құрастырыңыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.